Роди төсек астында 15 минуттай жатып дыбыс шығармады. Ол өзінің тығылған жеріне риза болмады. Бірақ таңдау да көп болмады. Достарым күшті жерлерді өзіне албаған. Алмаған мынау ғана қалды. Бұл ешқандай қызық бөлме емес. Тек қана терезе, есік, қораптар және төсек. Қарқысатсын. Норман мұнда келе жатыр. Мүмкін емес. Ол бірінші қабат қарап алу керек еді ғой. Роди өте қорқып тұрды. Я, ол оның досы. Бірақ қызбақ тығылатын ойын. Және сені тауып алмау керек. Сол үшін ол қорқып тұрды. Бірақ оны осы үйдің тарихы қорқытты. Сараның атасы немерелеріне достарын шақыруға және осы үйде ойындар ойнауға рұқсат бермейтін. Сол үшін оның атасының тығылуға тура келді. Ол шал осы үйге бөтен біреу кірген көретін болса, белбеумен ұратын. Бірақ осы жақында ғана ол шал қайтыс болды. Және ол бәрімізге жеңілдік болды. Осы кезде жігіт шошып кетті. Өйткені біреудің телефоны дауыс шықты. Бұл Сара ма? Ой, қалай ұмыт кетуге болады телефонды дыбыссызға қоюға. Не? Жеңілдер айғайлады ма? Оған мүмкін көмек керек шығар. Жоқ. Бұл қақпан болуы мүмкін. Менің аяқпен шыға алмаймын. Бұл Родиді одан сайын қорқытты. Норманда осына аяқ киім бар ма еді?